Футболдан Қазақстан чемпионатының 5-ші турында оңтүстіктің Ордабасы клубы өз алаңында Тараз ұжымын қабылдады. Алдын ала болжанғандай бәсеке тартысты болып өтті. 51-ші минутта алаң қожайындарының жылдам ұйымдастырылған шабуылынан соң Еркебұлан Тұңғышбаев есепті ашты. Бұл жерде Тараз қақпашысы мен қорғаушылары допты қайтаруда қателікке жол берді. Қалған минуттарда қақпаларға гол соғылмады. Осылайша Ордабасы 1-0 есебіндегі жеңіске жетіп, 11 ұпаймен турнир кестесінде 2-ші орынға көтерілді. Өздеріңіз білесіз ғой, Тараз командасы бізбен ойнаған кезде ол южный дерби саналады. Өте қиын ойындар болады. Таразда ойнасақ та, Шымкентте ойнасақ та, енді біз бүгін облысқа жеңіс ұтқанымызға қуаныштымыз. Бұндай ойындарда гол важный емес, ол 3 ұпай алғанымыз жақсы деп ойлаймын. Бүгін келген жанкүйерлерге көп келгеніне бүгін рахмет айтамын командаларына. Қалған ойындар нәтижелері төмендегідей: Жетісу Ертіс 2-2, Тобыл Шахтер 4-1, Қайсар Атырау 0-0, Астана Ақтөбе 0-0, Қайрат Оқжетпес 4-0.